Сыртқы істер министрлігі Қазақстанды ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовке қатысты шұғыл шаралар қабылдауға шақырған Біріккен ұлттар ұйымының негізсіз қамау жөніндегі жұмыс тобының мәлімдемесіне түсініктеме берді. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша 18 қазанда Біріккен ұлттар ұйымының негізсіз қамау жөніндегі жұмыс тобы Кәрім Мәсімовті ұстауға қатысты номері 57/2022 қорытынды қабылдады. Осыған дейін жұмыс тобы түскен өтініш негізінде Қазақстан тарапынан осы мәселе бойынша тиісті ақпарат сұраған болатын. Осыған орай 3 мамырда Мәсімовке қатысты қылмыстық іс бойынша жүргізіліп жатқан тергеуді ескере отырып, қазақстандық тарап жауап жіберілді. Жалпы бұл шаралар Біріккен ұлттар ұйымының жұмыс тобымен өзара іс-қимыл нормативті құжаттардың ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуда. Қазақстан тарапы барлық халықаралық тәжірибеге сәйкес және ұлттық заңнамаға сәйкес жан-жақты жауаптар береді. Біздің тараптың көтерілген мәселелерді шектен тыс, саясиландырусыз және нақты фактілермен талқылауға ашықтығын атап өткен жөн делінген хабарламада. Сыртқы істер министрлігі 18 қазанда қабылданған пікірге сәйкес Қазақстан 6 ай ішінде, яғни 2023 жылдың 18 сәуіріне дейін жауап беру керектігін атап өтті. Қазіргі уақытта Қазақстанның тиісті мемлекеттік органдары бұл пікірге дәлелді жауап дайындау үстінде. Тұтастай алғанда Біріккен ұлттар ұйымы жұмыс тобының пікірлері Біріккен ұлттар ұйымға мүше мемлекеттер үшін кеңес ретінде қабылданады деп қорытындылады Сыртқы істер министрлігі.